Так, армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Мен деген әлі съемкада жүрмін. Сағат 12 болды, 12:30, иә. Мен мына жерге сағат 3-те келдім. Сағат 4-тен съемка басталды. Әлі де жалғасуда. Бүгін бітіреміз, Құдай қаласа, сағат мүмкін 4-те. Сағат 5-те енді жатамыз, ұйықтаймыз. Осы актер болғыңыз келсе, осындай жұмысқа дайын болыңыздар. Түн бе, күн бе жұмыс істейсіз. Мүмкін 10 сағат, мүмкін 15 сағат, 25 сағат ондайды болады. Кстати, мен қазір фильтрсіз. Мен, кстати, бірінші рет фильтрсіз сторис түсіріп жатырмын. Өйткені уже фильтр маған надоел. Маған бәрі надоел қазір. Нервім қайнап отырмын. Өйткені мынау профессия бар ғой, өте қиын мамандық, өте қиын. Күні бойы басымда парик, қысады кішкентай, басым қышиды соның астында. Күні бойы менің гримерім маған 1000 рет келеді, тарайды, шешеді, кигізеді, шешеді, кигізеді. Шаршадым. Фильтр қосқанда маған неше түрлі жазады. Еріңізге не болған, бетіңізге не болған. Ештеңе болған емес. Ол бәрі фильтр. Бәрі орында, бәрі жақсы. Мына жерде режиссер қасымда тұр, репетиция жасап жатыр актерлермен. Ана, Абике репетиция жасап жатыр. Ал мен ұйқым кеп тұр. Шай ішкім кеп тұр. Сүтпен. И сіздермен, менің сүйікті қымбатты оқырмандарым, сөйлескім кеп тұр. Өйткені мен мына жерде 3 сағат отырмын. Өшіртті күтіп. Айтпақшы, менің героиням Лейла өте сыпайы, инабатты, ибалы, тәрбиелі, оқымысты дәрігер. И мен оны бұлай ойнаймын. Ержан, сіздің анализіңіз өте жақсы. Бірақ бүгін тапсырамыз, көреміз. Тағы да МРТ, КТ, УЗИ. И маған режиссер айтады. Содан кейін бәрі дұрыс. Өте жақсы ойнадыңыз. Сол үшін киноға келіңіз. Киноның аты «Қызым». Таңыз болыңыздар, менің өгей қыздарым. Саламатсыздар ма? Не перебивайте, девочки. Значит, Жанар, Моля, Жанар старшая, Моля, Алия екіншісі, Моля үшінші. Менің жігітім, бұлардың әкесі, маған ғашық болады. Мен больницада жұмыс істеймін. И 15 рет бір неделеде түседі больницаға, ауруханаға, иә. Сол қыздар мені ұнатпай, басқа әйелдерді предлагать етеді. Бірақ махаббат бәрін женеді. Содан кейін мен Абикемен бірге, Ержанмен бірге мыналарға шеше боламын. Это мы еще посмотрим.
Ал, дочаларым, сізге сұрақ. Неге сізге сценарий бойынша болашақ шешелеріңіз ұнамай жатыр? Өйткені мен өзіме ұқсайтын әйелді больше хотела, чтобы папам тоқ болатындай, всегда жақсы тамақ жасайтын әйелді я хотела. Лейла ондай емес. Иә. Иә. Мен ойлаймын, папаның әйелі жұмыс істейтін бизнес-вумен, өзінің ақшасы бар, үйі бар, машинасы бар болу керек. Не то, что Лейла. Дәрігердің зарплатасы енді Ну да, онша емес. И младшенькая? Мне вообще пофиг. Как актеры снимают усталость пол второго ночи с 3 дня.